Бүгінгі таңда армия өзгермейтін және тәуелсіз мемлекеттің маңызды атрибуттарының бірі болып табылатыны сөзсіз. Кез келген мемлекетте әскери адамдар құрметке ие және өте жоғары бағаланады. Алайда Кеңес одағының ыдырауы енді қалыптасқан тәуелсіз мемлекеттер үшін үлкен мәселе туғызды. Үлкен әскери өнеркәсіптік кешені, ядролық қаруы және әлемдегі ең үлкен армиясы бар елдер КСРО-ның мұрасымен не істеу керек деген сұрақ туды. Мұндай жағдайда жаңа тәуелсіз мемлекеттердің басшыларына өте қиын жағдайдан шығу үшін икемділік пен тактикалық қабілет қажет болды. Екінші жағынан Әзербайжан, Грузия, Молдова, Тәжікстан сияқты жаңа мемлекеттердегі саяси ырықтандыру, саяси процестердің күрт жандануына және шиеленістің өсуіне әкелді. Мұның салдары әртүрлі қарулы милициялардың пайда болуы болды. Этникалық, діни, аймақтық негізде көп ұзамай соғыстар мен аумақтардың жоғалуы болды. Осы күрделі жағдайда Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев шебер жұмыс атқарды. Қазақстан аумағында 200 мың кеңес әскері болған. КСРО-дағыдай міндеттемелер мен әскери жоспарлары болмаған тәуелсіз Қазақстан үшін бұл сан өте көп екені анық. КСРО-мен бірге әскери өнімдерге мемлекеттік тапсырыс жоқ болған жағдайда Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан аумағындағы әскери өнеркәсіптік кешенмен және осында жұмыс істейтін ондаған мың жұмысшымен не істеу керектігін ойластыру керек еді. Тәуелсіз Қазақстан армиясының құрылғанын еске ала отырып, Нұрсұлтан Назарбаев былай деді: бізде кадрлар, тәжірибе болған жоқ. Егемен Қазақстанның армиясы қандай болу керек деген түсінік болған жоқ. Осы жағдайларда республика аумағында болған және Орта Азия мен Түркістан әскери округтерінен қалған барлық бөлімшелер мен Ауғанстандағы соғыстан шыққан 40-шы армияны Қазақстан қарулы күштерінің бөлімдері деп жариялау туралы шешім қабылданды. Мен мұндай жарлыққа 1992 жылы 7 мамырда қол қойдым. 1992 жылы 15 мамырда Қазақстан әскері құрылғаннан кейін бір аптадан соң Қазақстан ұжымдық қауіпсіздік туралы шартқа қол қойды. Осы уақытқа дейін ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы деген жаңа атаумен аталған ұйым біздің күрделі өңірдегі қауіпсіздік жүйесінің маңызды элементі болып қала береді. 1992 жылдың күзінде Қазақстан Тәжік-Ауған шекарасына алғашқы әскери контингентті жіберді. Қазақстандық әскерилер Ресей, Өзбекстан және Қырғызстан әскери күштерімен бірлесіп шекараны қорғау миссиясына қатысты. Бұл жаңа тәуелсіз мемлекеттердің ортақ әскери операцияға бірлесіп қатысуының алғашқы тәжірибесі болды. Операцияны өткізу кезінде 1991-2001 жылдар аралығында қазақстандық әскери қызметшілерден 54 адам қаза тауып, хабар-ошарсыз кетті. Қазақстан армиясының ең ауыр шайқасы 1992 жылғы 7 сәуірде Памирдегі тау шатқалында ішкі әскерлер ротасы торуылға түсіп, ұрыс барысында 17 адам қаза тапты, 33 адам жараланды. Құрбан болғандардың өмірі зая кеткен жоқ. Қазақстан, Ресей, Өзбекстан және Қырғызстанның бірлескен күш-жігерімен Ауғанстанмен шекарадағы жағдай тұрақтанды. Тәжікстандағы азаматтық соғыс аяқталды. 2020 жылғы 6 мамырда Нұрсұлтан Назарбаев Отан қорғаушылар күніне орай құттықтау сөз сөйледі. 1992 жылғы 7 мамырда мен Қазақстан Республикасының қарулы күштерін құру туралы жарлыққа қол қойдым. Тәуелсіздік алған сәттен бастап, біз әрқашан еліміздің әскери қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қарулы қақтығыстардың алдын алу, қарулы күштерді дамыту мәселелеріне ерекше назар аударды. Күшті және соғысқа қабілетті армия егемен мемлекеттің маңызды атрибуттарының бірі. Сіздерді, отан қорғаушыларды, туған жердің тыныштығын абыроймен қорғауға шақырамын. Жауапкершілік, әділеттік пен патриотизмнің эталоны болыңыздар. Біздің басты құндылықтарымыз бірлікті, тәуелсіздікті және тұрақтылықты сақтау және қорғау біздің ортақ міндетіміз. Тұңғыш президенттің бұл сөздері армияның қоғам өміріндегі рөлін, мемлекет пен қоғамның тұрақты дамуы үшін шешетін міндеттерін айқын көрсетеді. Бүгінгі таңда барлық осы міндеттер өзекті болып қала береді. Әлемдегі жағдай тұрақты емес. 2021 жылы ақш-тың Талибан қозғалысы мен келісімдеріне сәйкес американдық әскерлерді Ауғанстаннан шығару күтілуде. Сәйкесінше 90-шы жылдардың басында кеңес әскерлері Ауғанстаннан шығарылғаннан кейін тұрақсыздық кезеңі басталған кездегі жағдай қайтадан қайталануы мүмкін. Әрине, бұлай болмайды деп үміттенеміз. Бірақ
Бүгін біз Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан армиясын құру жөніндегі күш-жүгерінің арқасында жағдайдың кез келген дамуына дайын тұрмыз. 1990 жылдардың басына қарағанда Қазақстанның мүмкіндіктері әлдеқайда көп. Мықты армиясы сол мүмкіндіктердің біреуі ғана. Басқа мүмкіндіктер дипломатиямен, халықаралық келісімдермен, мықты экономикамен байланысты. Бірақ олардың барлығы қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі бір тұтас, тиімді мемлекеттік саясаттың бір бөлігі болып табылады.